Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бір-біріне жабысып қалмайтын, өте дәмді болып шығатын ұлттық тағам макарон жасайтын боламыз. Достар, менің каналыма сіздердің қолдауларыңыз өте қажет болып тұр. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Бірінші қызып тұрған майымыздың үстінен пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Piyazımızın üstüne ет, помидор, сәбізімізді тұз салып, 15 минуттай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарап, қолдап қойыңыздар. Менің каналымда ыстық тағамдардың түрлері өте көп. Міндетті түрде каналымдағы видеолардың барлығын соңына дейін қарап, қолдап қойыңыздар. Етіміз пісіп қалды, үстінен картошкамызды салып, 5 минуттай тағы да қуырамыз. Етіміз бен картошкамыз қып-қызыл болып қуырылды, әдемі болып, үстінен макаронымызды салып, бір стакандай ғана суымызды құйып, тағы да 5-10 минуттай қуырып аламыз. Макаронымыз әдемі болып қуырылды. Енді үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, 15-20 минутқа бетін жауып, оттың астын аз мөлшерде қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің кешкі асымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.